Келесі бізде теплый полдан кейін план сантехники жасалады. План сантехникиді жасау үшін біз мебельный планды ашып аламыз. Сөйтіп дизайнды қараймыз. Қай жерлерде судың жаңа ойықтары керек. Ол бізде кухняда және санузелде керек. Бір мән беретін нәрсе бұл жерде санузелдің смесителі қарайсыздар. Мебельден шығып тұрма, или қамырғадан шығып тұрма, солардың разницасын қазір көрсетемін. Бұл үшін бізде сантехника водорозетка деген библиотечный объектпен жасалады. Оны жіберемін сіздерге. Водорозетка оңай, ол просто сіздерге жіберем, соны алып саға мынау водорозетка болатын болса аласыздар да просто алып кеп осылай окноның ішіне қоя салсаңыз, сізде водорозетка библиотекада пайда болады. Ол бізде вложенный библиотекада водорозетка деп көрініп тұрады. Оны енді бір жерге қойып алайық, қазір өзгертеміз. Бұны бұл бізде сантехника. Слой ашамыз, Ctrl-L создать план сантех. Астына тұрған мұны. Осы жазамыз. Болды. Сөйтіп, объектінің слойын сантехникаға көшіреміз. Сөйтіп, оның текст на планені біз ареал емес. Исокупеуір. Исокупеуір кирлический. Высотасы 1. Окей, міне. Енді мына жаққа қойып аламыз. Мына стрелка бізде слив, қызылға жылы су, мынау салқын су. Енді бізде мына жерде 650-550 деп тұр екен. Ол бізде 600. Высотасы судың горячий холодныйдың. Ал слив бізде 500 болады. 10 сантиметрге төмен. Сөйтіп осыны алып келеміз да, мына тура мойканың тұсына қоямыз, оны бұрамыз. Сөйтіп мына выноскасын сәл торлап қоямыз міне. Сосын көшіреміз. Бізде енді мына жерде мойка бөлек, постамойка бөлек тұр, сол үшін постамойкаға да бөлек қоямын, бірақ бұған жылы су керек емес. Постамойка өз жылытады. Сондықтан бізде отключить КВС дегенде басамыз. Сөйтіп бұны көшіреміз, алып келеміз. Ctrl-Shift-мен мойканың тұсына қоямыз. Сөйтіп бұрамыз да. Егерде мойкасы, смесителі мебельден шығып тұрса, 500-600-де тастап кете бересіздер. Ал бірақ егер қабырғадан шығатын кездер болады. Қазір көрсетемін. Настенный. Ондай қабырғадан шығатын смесителер болады. Оларға отдельно басқаша көрсетеміз. Олар вывод воды дегенде текст өзгертеміз. Настенный смеситель и ашы, оның высотасы 1100 болады. Бұл егерде мынандай болатын сол кезде. Бұл егерде қабырғадан шығып тұрса, бірақ бізде дизайнда ол мебельден шығып тұрса, сондықтан мен оны отменить. Сосын бізде алып келеміз, бұны стиралканың тұсына қоямыз. Біз розетканы кезінде ортасынан шетінен қойып едік қой. Не үшін өткені ортасында бізде сантехниканың вывод тұрады. Екеуі сәл сөйтіп арақашықтық сақтап тұрады. Сөйтіп бұл жерде вывод текстті өзгерте салайық. Вывод воды емес. Сушилка деп жазамызда, высота сол күйі қала береді. Просто бұған жылы су керек емес, сондықтан отключить КВС дейміз.
Алардын чөтө нелери, шрифттери үлкен болуп кетти. Кичирейтейик. Высота текста bizde 0,5. Мына осылай бола берсин. Эndi bizde унитаз бар, душ бар. Болду, башка эчтеке жок. Калай коябыз? Душка алып келебиз. Смеситель дизайнда кай жерде тур карайсыздар? Мына жерде тур. Мына жерде полка бар. Полканын ортасы бизде 2 бөлөбүз деп жазабыз да. Мына ошол жерге коябыз. Сөйтүп бул бизде вывод воды деген текстте смеситель высотасы 1200 болот. Душевойда. Ал эгер ванна болотун болсо 1100 болот. Эndi bizde унитаз гана калды. Унитазда мына жерде слив кереги жок. Сливти алып тастайбыз. Сливти отключить слив дейбиз. Себеби бул жерде слив отдельно поддон былай туруу мүмкүн дизайнда, немесе былай туруу мүмкүн. Ону монтаж кезинде көрсөтүп кетебиз. Монтажный планда көрсөтөм. Эndi мынаны алып келебиз да унитаздын үстүнө коябыз. Ону Ctrl+R менен бурабыз. Жазуунун алдына алып келебиз. Сөйтүп бул бизде унитаз дейбиз. Высотасы 500. Смеситель эмес, унитаз. Унитаз. Буган так отключить жылы суу и слив керек. Осындай болот. Көшөргө алып келебиз. Гигиенический душ. Гигиенический душтун унитаздын ар каштыгы негизи 350 сондай калдырып керек. 350. Мына. Эndi буган бизде слив керек эмес. Сливти өчүрөбүз, жылы суу керек. И высотасы 700. Және бул унитаз эмес, бул гиг нүкте душ. Гиг душ 700. Жазып мына өз жактан боланды. Эndi буган болду, эndi размер берип чыгабыз, сонун бүтөт сантехника. Размерди басабыз, слоен сантехникага көчүрөбүз. Сөйтүп алабыз да. Сөйтүп ортасынан устап размерди берип чыгабыз каждый выступтан. Осылай размер беребиз. Айнан. Сосын айнан. Мына. Сонун бүтөт. Негизи кызыл кылсак адем болот экен. Барлык размерди тандайбыз да. 20. Эndi адем болду. Сонун план сантехники бүтті бізде.